Балақай, саған не болды? Сені кім ренжітті? Сайман, бізге не үшін жылап жатқаныңды айт. Содан соң біз саған қалай көмектесу керегін ойланамыз. Бүгін таңертең жанармай кафесінен шықтым. Не болып қалды? Неге жылап тұрсыңдар? Егер жылауды доғармасаңдар, мен сендерге қосылып жылайым. Жоқ, Сайман, өтінем жыламашы. Біз пыс-пыспен маймайдың кесірінен бүгін мектепке бара алмай қалдық. Олар не істеді? Жіберіңдер бізді. Бірінші құпия сөзді айтыңдар. Біз сабаққа кешігеміз ғой. Мектепте не бар? Түсінбеймін. Мысалы, мен мектепті аяқтамай-ақ осындай дәрежеге жеттім. Иә, менің мырзам секілді мықты болғыларың келсе, мектепке барудың түкке керек жоқ. Сайман, менің орныма сен қаласың. Автобус зауытына хабарлассаң, саған мектеп автобусын қалай құрастыру керегін толықтай айтып береді. Сіз қайда кеттіңіз? Мен әлгі бұзақыларды іздеуге кеттім. Әйтпесе олар барған сайын басынып барады. Автобус зауытының бас инженерін шақырамын. Ғажайып зауыт командасына жалынды сәлем. Сәлеметсіз бе? Бізге екі кішкентай көлік мектепке үлгеру үшін жедел түрде мектеп автобусы керек. Түсіндім. Әдістемені жөнелтем. Ғажайып зауыт командасы мектеп автобусын құрастырады. Қаланы автобуссыз елестету қиын. Себебі автобус кез келген ара қашықтыққа көптеген тұрғынды жеткізуге көмектеседі. Автобус мүмкіндігінше көп жолаушыны сыйдырып оларды тасымалдау үшін оған үлкен дөңгелектер мен мықты қозғалтқыш орнату қажет. Қала тұрғындары оны байқай алу үшін автобусты ең ашық түске бояймыз. Әрине, жолаушылар әдемі қаламыздың көрінісін тамашалай алатындай үлкен терезелер де болғаны абзал. Біздің қолымыздан келді. Сен олардың түрін көрдің бе? Жіберіңдер, біз кешігеміз. Не болды, құрал? Кімді іздедің? Кішкентай балаларды ренжіткендерді іздедім. Оған біздің қатысымыз жоқ. Пыс-пыс пен май-май. Қазір екеуіңде менімен бірге барып, балақайлардан кешірім сұрайсыңдар. Түсінікті ме? Әрине. Дәл қазір барамызда кешірім сұраймыз. Тағы не дейсің? Қатты жаның ашып тұрса, өзің барды кешірім сұра, құрал. Демек, кешірім сұрамайсың ғой. Жоқ. Түсінбейді екенсің, қазір көкеңді танытайын. Ай, жарай. Түсіндім. Қазір-ақ барып кешірім сұраймыз. Мен кешірім сұрамаймыз дедім бе? Сіз дұрыс естімеген шығарсыз. Кешіріңдер енді. Біз әдейі істеген жоқпыз. Кешіріңдерші, мені өтінем. Менің сендерді ренжіткім келген жоқ. Енді қайталанбайды, уәде берем. Иә, менің мырзам сіздерден шын жүректен кешірім сұрайды. Біз бұлай шынымен болғанын қаламадық. Бәрі дұрыс, жігіттер. Біз сендерге ренжіп тұрған жоқпыз. Аха, ғажайып зауыт командасына алғыс айтамыз. Рахмет сіздерге. Бастысы, мына екеуі сияқты болмау үшін сабақты жақсы оқып, мұғалімдеріңді тыңдаңдар.